Баршаңызға қайырлы күн достар, бүгін сіздермен муравейник даярлаймыз. Құмырсқаның илеуі, яғни муравейник тәттісі өте оңай даярланады, бірақ әрине сөзсіз дәмді шығады. Ең ұнайтыны, бұл тәттіні сіздер алдын ала даярлап, 1 ай көлемінде морозильникте сақтасаңыз болады. Қажет уақытында шығарып, дастарханға ұсынасыз. Жиі қонақ күтушілер үшін бұл таптырмас шешім деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Алдымен песочное тесто даярлаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм сары май, 2 дана жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ кез келген майлылықтағыны қолдансаңыз болады. 400 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхлитель, араластырғанға 50 грамм сары май және 1 банка вареная сгущенка қажет. 1 банканың салмағы 360 грамм. Песочное тесто даярлаймыз. Оған ұнды алдын ала елеп аламыз. Оған 1 шай қасық разрыхлитель қосып, оны венчикпен жақсылап араластырамыз. Он мен разрыхлитель жақсылап араласу үшін біз венчикті қолданамыз. Әбден араластырып даярлап алған ұнға 2 дана жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, 1 шымшым тұз және 1 пакет ваниль қантын қосып, оны лопаткамен аздап араластырамыз. Сары майды алдын ала ертіп аламыз. Оны осы негізгі массамызға қосып, барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр елейміз. Еленген қамырды пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Осы уақыт аралығында қамыр аздап қатайып, оны мясорубкадан өткізгенге өте ыңғайлы болады. Дайын болған қамырды майда бөліктерге бөліп аламыз, одан соң оны мясорубкадан өткіземіз. Мясорубканың қолда бар түрін қолдансаңыз болады, мен секілді электрический немесе қолмен айналдыратын түрінде қолдансаңыз болады. Противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, оны мясорубканың алдына қоямыз. Мясорубкадан шыққан песочное тестоны противенің үстіне жайып орналастырамыз. Песочное тестоны 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минут пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты. Песочное тесто піскен уақытта аздап қызаруы тиіс. Пештен шығарып аздап суытып алғаннан соң оның жабысқан бөліктерін қолымызбен үгітеміз. Келесі кезекте 50 грамм сары майды ертіп аламыз. Оған 1 банка вареная сгущенканы қосып, жақсылап араластырып, біркелкі массаға айналдырамыз. Сгущенканы тестомызға қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Муравейник тәттісіне өздеріңіз қалауыңыз бойынша мейіз, грек жаңғағын қоссаңыздар болады. Муравейникті жасаған бойда тарелкаға салып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Немесе оны әртүрлі контейнерге, силиконовый формаларға салып, морозильникке қатырып алып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Бұл әдіс порционны ұсынған уақытта өте ыңғайлы. Мен көбіне 4 бұрышты контейнерлерге салып, оның аузын жақсылап бекітіп, морозильникте сақтаймын. Қажет уақытында морозильниктен шығарып, оны 4 бұрышты бөліктерге бөліп, дастарханға ұсынамын. Морозильниктің иісін өзіне сіңіріп алмас үшін міндетті түрде контейнердің қақпағын жақсылап жабыңыз. Морозильниктен шыққан қатып тұрған муравейник кескенге өте ыңғайлы. Контейнерден де өте оңайлықпен шығады. Осымен біздің өте дәмді муравейник тәттіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде даярлап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен өз каналымда сіздермен әртүрлі ерекше тағамдардың, салаттардың рецептімен бөлісемін. Сіздер менің каналымнан әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Сондықтан жаңа видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.